Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы еліміздің жарқын болашағының қамын ойлайтын азаматтардың қолдауымен құрылған қозғалыс. Мемлекетімізді дүниежүзінің дамыған 30 елдердің қатарына қосу қозғалыстың негізгі мақсаты болып табылады. 2 жыл ішінде экономика, саяси әлеумет, экология және ғылым салалары бойынша ұлттық және жергілікті маңызы бар 30-дан астам нәтижелі жоба жүзеге асырылды. Оның ішінде зияткер ұрпақ жобасы. Жобаның арқасында ауыл мектептерінің оқушылары жетістікке құлшына түсті. Еліміздің 300 танымал тұлғасы шалғайдағы ауыл мектептерін аралады. Оқушылармен кездесіп, өз білімдері мен тәжірибелерін ортаға салды. Өздері жүріп өткен жолдың тарихын баяндады. Елдің күші бақытты отбасы. Бұл қоғамдағы отбасылық құндылықтарды сақтау, отбасылық демалысқа жағдай туғызу. Қазақстанның 16 қаласындағы 65 аулада ата-аналар және балалардың қатысуымен аталған жоба аясында түрлі форматтағы 700 іс-шара өткізілді. Эко-пакет жобасы пластик пакеттерден бас тарта отыра, оларды экологиялық балама түрлеріне алмастыруды көздейді. Жоба шеңберінде полиэтилен пакеттерді пайдалану 1 триллион 300 миллиардқа кеміді. Ел экологиясына баға жетпес үлес қосты. Толкс 2050 бұл тәжірибелік білімімен бөлісу, еркін пікір алмасу, танымал тұлғалармен кездесу. Толкс 2050 Қазақстанның 5 қаласында түрлі саланың тәжірибелі мамандарына өз ой пікірлерін ортаға салып талқылайтын алаң бөлді. Өз кәсібінің үздігі байқауы жастар арасында жұмысшы мамандықтарын беделін арттырды. 2015 жылы ел өңірлерінен 150-ден астам қатысушы өтініш берген. 10 аталым бойынша 20 жеңімпаз озып шықты. Біздің болашағымыз өзімізге байланысты. Қозғалыстың қатысушысынан kz2050.kz сайтында өтінім қалдыр. Тарихтың іргесін бірге қалайық. Әлемді бірге өзгертейік. Елдің бүгіні мен болашағын жақсартайық. Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы. Біздің күш қуатымыз.